Аймақ басшысы өз өтініші негізінде жұмыстан кеткен Рашид Аюповқа өңірді дамытудағы еңбек үшін алғысын білдірді. Сондай-ақ жаңа әкімнің жұмысына сәттілік тілеп, халықтың әл-ауқатын арттыру жолындағы әлеуметтік экономикалық саладағы жұмысты жандандыру жүктеді. Өмірзақ Шөкеев жаңа әкімге мемлекет басшысы алға қойған міндеттерді дер кезінде әрі тиімді жүзеге асыруға баса назар аударуды тапсырды. Кабинетте отырып басқаруға мүмкіншілік жоқ бұл қалада. Сол елмен бірге, қайсы көшеде болса көшеде, жаңағы кәсіпорында болса кәсіпорында барып, сөйлесіп, түсіндіріп, кездесіп, ол енді үлкен бір бағыт жұмыстағы. Қалған бағыттар жаңа айттық, ол да енді түсінікті, жоспар бойынша біз барынша көмектесеміз, Кентауға қашан да көмектескенбіз. Биылғы отопление мәселесі қаржылай жағынан шешілді, өзіңіз білесіз. Оны шешіп отырмыз, бірақ келесі жылға енді газға ауысу керек. Биыл көпшілікті, жаңағы халықты, население газға өткізу керек, ол да үлкен жұмыс. Түркістанда тәжірибеңіз бар. Біз 2 жылда 90% газбен қамтамасыз еттік Түркістанда. Соның тәжірибені осында қолдану керек. Жандос Тасов 1987 жылдың 22 қаңтарында Түркістан облысы Түркістан қаласында дүниеге келген. Еңбек жолын 2013 жылы Градкомплекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде архитектор болып бастаған. 2013-2014 жылдары Түркістан қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімінің инспекторы, Түркістан қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маман міндетін атқарушы. 2018-2020 жылдар аралығы Түркістан қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы болған. 2020-2021 жылдары Түркістан қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімінің басшысы лауазымын атқарды. 2021 жылғы 19 ақпаннан бері Түркістан қаласы әкімінің орынбасары лауазымын атқарып келген. Жаңа қызметтің жауапкершілігі мен ауыртпалығын жақсы түсінемін. Сондықтан да мынау өзіңіз басқарып отырған облыс орталығындағы тәжірибемен білімімді әріптестермен бірлесе отырып, қаламыздың экономикалық әлеуметін дамытуына бар күш-жігеріміз бен тәжірибемізді саламыз деп айтам. Сондықтан мынау қолдап, сенім білдіргеніңіз үшін үлкен рахмет. Осы қаланың даму жолында аянбай қызмет етуге үміттенемін. Кентау қаласынан Перизат Ортайлы, Олар Осметова, жаңалықтар.